бір жағынан саясат болса, жаңағы өзінің елінің ғылымының дамығандығын көрсетсе, ол анау сол кездегі елбасының да басқарып отқан кісінің де жаңағы абыройын көтереді, солай ма? Екінші жағынан бұл вакцина дайындау үлкен қаржыны, бұл нарық. Кім тезірек шығарып, оның қауіпсіздігін дәлелдеп, оның тиімділігін дәлелдеп, кім көбірек шығарып, кім бірінші шығарса, соның нәтижесі сол жаңағы ел алда болып саналады. Сол вакцинаны кісі көп алады, солай ма? Сондықтан жаңағы мына зерттеулерін, зерттеу қорытындыларының күтпей-ақ, үшінші кезеңін күтпей-ақ қолданысқа Россия рұқсат берді, орыс елі. Соның протоколы шықпастан рұқсат берді. Анау қазақстандық вакцина осы үшінші кезең аяқталды деп жатыр. Өйткені желтоқсан айында салды. Қаңтар айы бақылады, бір ай бойы бақылады. Үшінші кезеңінің бірінші протоколы дайын. Енді осыдан жаңағы шығару үшін анау фабриканы немесе заводты дайындау керек қой. Технологиясын игеру керек қой. Қалай шығарады? Ол вакцинаны шығарғанда оны банағы мөлшерімен құю керек. Оған анау шөлмегі керек, оған тығыны керек, оған анау сыртын жауып тұратын қаңылтыры керек, одан этикеткісі керек. Соның барлығын дайындайтын линияны дайындап, сол қаңтардың наурыз айының аяғында, сәуірдің басында қолданысқа береді деп жатыр. Енді өздеріңіз білесіздер, Қазақстанда мынау екпе жұмысы қазір Ресей вакцинасымен басталды. Кеше 1 ақпан күні басталды. Бұл Қарағандыдағы заводтың шығарған өнімімен жасалып жатыр. Енді ол заводта қазір толыққанды жұмыс істеу үшін оған уақыт керек. Біртіндеп қосып, ертең айына 2 миллион дозаға дейін шығаратын уақыт болады. Қазір біздің облыстарға 1000 дозадан ғана беріп жатыр. Кеше естідіңіздер, жаңағы әлеуметтік желіде, сіздерде уже 135 адам егілді деп ақпарат берді, солай ма? Адамның осы вакцинаны алғаннан кейін, жаңағы артында тұрған кісілер, алғысы келмей жүрген кісілер өзі көреді ғой, мына кісі алды, 3 күн болды, 4 күн болды, ауырған жоқ. Оған деген сенім пайда болады. Сосын біртіндеп екпе алатын кісілердің қатары арта береді. Екпені бізден бұрын бастаған Индия, Израиль өзінің 20% халқын екіп тастады, одан көп болмаса. Америка, Батыс Еуропа елдері барлығы да осыны басынан өткерді. Өйткені бастап вакцинаны салған кезде халық аз келді. Сосын қауіпсіздігін түсініп, қауіпсіздігін біліп, біртіндеп нетіп жатыр. Ресейде миллион халықтың егіп тастады. Қытай өзінің біраз халқын егіп тастады. Енді сәл 10%-ін дәл білмеймін де, вакцинация жұмыстары көптеген елде басталды. Өткеннен сабақ алу керек қой енді, солай ма? Адамзат тарихында бірнеше эпидемиялар болды. Анау шешектің эпидемиясы, оны вакцинамен арқылы тоқтатты оны. Қазір шешектің вирусы Америкада және Ресейде бактериологиялық лабораторияда сақтаулы. Егер алдағы уақытта бір жерде ошағы пайда болса, соған тез арада вакцина дайындау үшін анау аурудың қоздырғыштарын сақтап отыр. Енді осы коронавирусқа ұқсас пандемия адамзат басынан өткерді. Бұл 1918-21 жылдары жер бетінде испанка деп атады, грипптің пандемиясы болды. Тура осындай. Сол жерде халықтың саны 1 миллиард 600 мың болса, жер бетінде халықтың саны, соның 100 миллионға дейінгісі өлді. Әртүрлі есептер бойынша біреулер 17 миллион дейді, біреулер 50 миллион дейді. Енді ол кезде санақтың дұрыс жүргізілмеген кез ғой енді. Бірақ 50 миллионға дейін адам өлді дейді. Сол кездегі дәрігерлердің киімі, сол кездегі дәрігерлердің қолданған тәсілдері қазір бізге үлкен сабақ болып тұр да. Мынау карантин сол кезде ойлап табылды. Карантин деген білесің ғой, карантин дегенді. Карантин деген бөлек ұстау. Мынау маска кию. Сол кездегі дәрігерлер, сол кездегі суреттерде де бар, салынған суреттерде де, фотосуреттерде де бар. Дәрігерлер маска киіп, мұрындары пілдің мұрындай ұзын немен науқастарды емдеп, қайтыс болғандарын көміп, сондай жұмыс істеп жүр. Сонда мұрын
науқасқа жақындауға мүмкіндік бермейді, өте қатты жақындауға. Түсіндіңіз ба? Сонда сол кездегі қолданыстағы, сол кездегі тәжірибеден алған нәрсе. Енді сол тәжірибені мына коронавирустың эпидемиясы, пандемиясына неге қолданбасқа? Сараптап отырса, сол кездегі пандемия 3 жылдың ішінде жаңағы ірілі ұсақты 3 үлкен толқын болған. Қазір енді халық ойбай бірінші толқын, ойбай екінші толқын, ойбай үшінші толқын бары көрінеді, ойбай ары қарай жалғасатын көрінеді деп айтып жатыр ғой. Сондай сияқты коронавирустың жер бетінде сондай толқындары болған. Жаңағы толқын деген сөз сырқаттану көбейеді, қайттан азаяды, көбейеді, қайттан азаяды да. Оның бір ерекшелігі мынау біздің жыл санауымызда жаңағы 365 күн болса, бір жылда соны 4-ке бөлгенде мынау 22 наурыз күн мен түннің теңелген уақыты ғой, солай ма? 22 наурыз. 22 маусым бұл жаңа ең ұзақ күн, ең қысқа түн. Қыркүйектің 22-сі бұл тағы да күн мен түннің теңелген кезі. Енді желтоқсанның 22-сі ең қысқа күн, ең ұзақ түн, солай ма? Осындай мезгілдерде жаңағы жер бетіндегі түрлі аурудың қоздырғыштарының жаңағы активность дейді ғой, енді жанданады екен. Солардың барлығы жанданады екен. Анау қарап отырсаңыз, мынау сырқаттанудың көбеюі сол кездерге тура келіп отыр. Ол сол кезде ақ дәлелденген жаңағы 19 ғасырда. Бірінші. Екінші, тек қана жаңағы жұқпалы аурулар ғана емес, анау жұқпалы емес аурулар бар ғой. Мынау давление, қан қысымының жоғарылығы, жүрек аурулары, тағы да қандай ауру бар, солардың немесе аллергиялық аурулар, сол аурулар осы мезгілдерде көбейетіні дәлелденген. Сондықтан жаңағы біздер енді қарап отырсыз, өзіңіз мына Қазақстандағы ахуалды байқап отырсаңыз, бізде ең алғаш анау наурыз айында тіркелсе, содан келді де анау жесткий карантиннің арқасында келіп жаңағы карантинді жауып тастаған мезгілде июньде басталды. Июнь, июль, сосын август айында басылды. Ұзақтығына, түннің қысқалығына ауысатын мезгіліне тура келіп тұр. Солай ма? Екінші волнасы кеше сентябрьдің жақсы болып кетті, август жақсы болды, сентябрь жақсы болды да, сентябрьдің аяғында октябрьде жайлап көбейе бастады. Көбейіп тағы да бір басылды. Енді декабрьдің 22-сі келді. Декабрьдің 22-сінен бастап мынау қазір көбейіп отырған тағы да соған байланысты. Күн тәуліктерінің енді анау наурыздың мезгілінде тағы да көбеюі мүмкін, сосын азаюы мүмкін. Сонда біздер енді бір жылды ғана жаңа ғана артқа салып жатырмыз, солай ма? Сондықтан бізге 2021 жыл, 2022 жыл бұл басылады деп, бұл пандемия ретінде өзінің жаңағы қасиетін жояды деп ойлап отырмыз. Пандемия ретінде, бірақ эпидемия ретінде қалады. Мысалы, грипптің жыл сайын пандемиясы болады. Грипптің жыл сайын пандемиясы болады. Оған жыл сайын 260 мыңнан 660 мыңға дейін адам өледі екен жыл сайын. Ана вирустың жаңағы несіне байланысты, таралуына, несіне байланысты. Сондай сияқты мына коронавируста адамзат арасында қалады. Ол ешқайда кетпейді. Ол осындай жаңағы, өйткені біз 100% егілген жоқпыз ғой. 100% оған қарсы бізде қорғаныс күші жоқ. Анау дамымаған елдер бар. Солай ма? Анау қалтарыс, жаңағы медицинаны жетпеген сондай жерде тұратындар бар. Солардың арасында циркуляцияда жүреді, мезгіл бізге эпидемия туғызып отырады. Коронавирустың көбейген мезгілінде халқымыз дәрігерсіз қалды, медициналық көмексіз қалды, әлеуметтік желілер жаңағы жан айқайға толды. Сонда жаңағы ол кезде менің коронавируспен ауырған адамды емдеймін, оларға жаңа кеңес беремін деген. Өйткені мен оның маманы емеспін, мен инфекционист емеспін, мен вирусолог емеспін, мен эпидемиолог емеспін. Бірақ мен осы коронавирус пайда болғалы, сол туралы жаңа әлеуметтік желідегі ақпараттармен танысып, сол бойынша өзім жаңағы Facebook желісіне қазақы оқырманға қазақы тілде, түсінікті тілде жазуға тырыстым. Содан жаңағы шілденің басында, бастапқы күндерінде енді кімде өзінің таныс адамына жүгіреді ғой.
мынау оның үстіне жаңа дәрігер болғасын, анау бірге оқыған жолдасым, соның әкесі ауырды, соның ағайын тумалары ауырды, соларға кеңес беруге тура келді. Мынаны істеңіз, мына дәріні алмаңыз, мынаны алыңыз деп. Солардың уже бір аптаның ішінде жағдайларының жақсаруы маған қанат бітірді. Неге біздер осыны мүмкіндікті неге пайдаланбаймыз деп, мен әлеуметтік желіде емдеу үшін өзімнің бір тәсілімді дайындадым. Алдымен өзіме керек ақпараттарды алу үшін, өйткені мен ол кісіні көзбе-көз көріп отырғаным жоқ қой. Ақпараттарды алу үшін анкета қалыптастырдым. Ол анкетаны қазақ және орыс тілдерінде қалыптастырдым. Өйткені орысша сөйлейтін қазақтар бар, орысша түсінбейтін қазақтар бар, қазақша сөйлейтіні бар, сондай қазақша түсінбейтін орыстар бар. Кім көмек сұраса, мен сол барлығына көмектесуге тырыстым. Сол арқылы ол кісіден ақпаратты алдым. Мынау қазіргі әлеуметтік желілердің бір жақсы мессенджер бар. Мен WhatsApp, Facebook осы үш желісін пайдаланамын. Сол жаңағы Facebook желісіндегі мессенджер арқылы немесе WhatsApp арқылы өзімнің телефонымды беріп, мынаған жазыңыз деп, әуелі ақпарат жинап аламын да, жаңағы тағы да қосымша керек нәрсе болса соны алып, оған ем тағайындадым. Ем тағайындағанда мынау әлеуметтік желілерде жарияланған Москваның мемлекеттік университеті Ломоносов атындағы, соның кардиология клиникасының жаңағы Ресейдегі жасап шығарған емдеу протоколын пайдаландым. Оның басшысы профессор Мацкевшвили деген, Симон Мацкевшвили деген өте дарынды, жас, сондай дәрігер. Израильда, бірнеше елдерде жұмыс істеген, Италияда жұмыс істеген, соның жасаған емдеу протоколын пайдаландым. Күрделі жағдайларда анау москвалық дәрігер, жеке дәрігер Наталья Линская дейтін бар. Ол Facebook желісінде бар. Сол өзінің емдеген кісілері туралы, емдеу протокол туралы, қандай өзгешеліктер бар, немесе өзінің көзқарасы туралы үнемі жазып отырады. Соларды оқып, соны өзіміздің біздің жағдайымызға бейімдеп. Өйткені Москва мен жаңағы Атыраудың немесе Атырау мен ауылдың жағдайын салыстыруға келмейді ғой. Соған біздің өзіміздің жағдайымызға жаңағы лайықтап емдеуге тырыстым. Мен оларды есеп жүргізген жоқпын, бірақ 400-ден аса деп ойлаймын. Енді қазіргі кезеңде Қазақстанда жаңағы ондай көмекке жүгінушілер аз емес, көп емес бізде. Астанада қазір 2 кісі емделіп жатыр, Атыраудан 1 кісі емделіп жатыр, Қазақстаннан тек 3 кісі емделіп жатыр. Ресейден, Украинадан, тіпті басқа елдерден де көмек сұраушылар, кеңес сұраушылар бар. Мен кеңесімді өзімнің түсінігімше, өзімнің емдеу протоколымша, өзімнің жаңағы ойымша оларға түсіндіріп айтуға тырысамын. Өйткені медицина тілі бөлек тіл. Мына халықтың тілі оған жеткізу оңай емес. Сізге айтқан бір бөлек, ауылдың тұрғынында айтқан бір бөлек, мұғалімге айтқан бір бөлек, медицина қызметкеріне айтқан бір бөлек. Әрқайсысына әр тілде сөйлеу керек. Коронавирусты жұқтырған адамдардың 85%-ы жеңіл және аурудың белгісі жоқ түрімен ауырып кетеді. Бұл уже дәлелденген. Неге балалар ауырмайды, немесе ауырса банағыдай сирек ауырады? Неге 35-40 жастағылар жаңағы білінер-білінбес белгімен ауырып кетеді? Неге жаңа 45-тен асқаннан кейін үлкен кісілер ауыр түрімен ауырады? Неге 70-80-90-дағы кісілер жеңіл түрімен ауырады? Осының барлығы иммунитетке байланысты. Мына коронавирустың ерекшелігі, бұл басқа вирустардың барлығынан ерекшелігі, бұның әр вирустың өзінің адамның денесінде өсетін жері болады. Біреу өкпенің тінін жақсы көреді. Біреу ми қабатын жақсы көреді. Менингококк таяқшалары мидың тамырлы қабатын жақсы көреді. Бір вирустар бауырды жақсы көреді, гепатит Б. Сал ауруын, полиомиелиттің вирустары, олар нерв жүйесін жақсы көреді. Содан әрқайсының өзінің өсетін орны бар. Енді ерікті түрде таңдамаған бұлар, ол саналы емес қой. Өзіне қолайлы жаңағы кіретін, көбейетін клеткаларын тапты. Ал мына коронавирустың бұл тамырдың ішкі қабаты. Немесе медицина тілінде эндотелий деп атайды.
ең ішкі қабатындағы клеткаларда өседі. Сонда өсіп, сонда көбейгеннен кейін оған қарсы иммундық клеткалар не істейді? Олар оны танып алғаннан кейін, біліп алғаннан кейін оған қарсы антитела шығарады, оған қарсы клеткалы иммунитетті қозғайды. Вирусты, сосын жаңағы шыққан вирустың бәрін құртып жібереді. Көбейіп өкпе арқылы шығып таралып кетті, организмдегі қалғанын жаңа біздің иммунитетіміз құртып жібереді. Қазіргі зерттеулерде, қазіргі жаңағы ғылыми жаңалықтарда соларды айтып жатыр. Вирус ішек қарындағы, ішкі құрылыстағы лимфа бездерінде ұзақ уақыт жүре алады деп. Ол енді 100% кісіде емес, енді иммунитетте барлығында бірдей емес қой, біз әрқайсымыз әртүрліміз. Біз бір әке шешеден бірге туылсаң да, сеніңкі бөлек, сенің антигенің ана баланың келесі сенің ініңдікі немесе ағаңдікі бөлек болады. Бірдей болып тумайды. Даже мынау организмге енген вирус көбейіп шыққанда басқа вирус болып шығатын, уже басқа вирус болып шығады. Оның гені өзгереді. Жаңа 30 мың гені бар дедік қой. Сол 30 мың гені біреу немесе екеу немесе бесеу өзгеріп шығады. Уже ол басқа вирус болып шығады. Неге Англияда манағы мутация басталып қайтадан жаңа не істеп жатыр да? Басқа вирус болып жаңа олар қорқып жатыр. Вирус өзгеріп кеткен, жаңағы жұғу қаупі жоғары, солай деп Англияға баратын елдер отказ беріп жатыр. Вирус кеткеннен кейін қандағы иммунитет өзінің сау клеткаларына шабуыл жасай бастайды. Ең басты жаңағы қауіптілігі сонда. Ең басты қауіптілігі өзінің сау клеткаларына шабуыл жасай бастайды. Оны цитокиновый шторм деп атайды. Медицина тілінде цитокин аласапран деп мен қазақшаға аударып жүрдім. Цитокин. Цито деген клетка, кин деген өлтіргіш, клетканы өлтіретіндердің штормы деп, көбею деп аталады. Медициналық несінде жаңағы ең бастысы осы цитокин штормын болғызбау. Осының алдын алу. Вирус 14 күнде организмнен шығып кетеді. 9 күнде жоқ болады. 14 күн ол ең көп дегенде. 14 күнде уже организмде вирус жоқ, ол кетіп қалды. Сен ешкімге жұқтыра алмайсың, саған ешкім жұқтыра алмайды. Өйткені сенде иммунитет пайда болды. Сол бірінші аптаның соңында, екінші аптаның басында аса қауіпті белгілер білінген мезгілде, осы кезде жаңағы анау цитокин штормына жеткізбей қажетті дәрілермен емдесе тоқтайды. Менің тәжірибемде, Аллаға шүкір, сол жаңағы 400 адамның үстінде дедім ғой, бірде бір өлім тіркелген жоқ. Кейбір науқастарды, оны шынын айтамын, кейбір науқастар маған кеш айтты ауырып тұрған. Ол науқастарға айттым, мен сізді емдеу қолымнан келмейді. Сізге оттегі қажет, сізге ИВЛ аппарат қажет болып қалуы мүмкін. Сондықтан мен оларды ауруханаға жіберіп отырдым. Өкінішке орай олардың жаңағы 2-3 қайтыс болды. Енді балалар неге ауырмайды? Мен әлгі әзіл шын аралас айтамын, мұрнынан боғақпайтын бала бар ма? Кішкентай баланың мұрнынан боғақпайтын, біз дымымыз қалмай сүртеміз оның мұрнын. Ол иммунитеттің тап өзі сонда, олардың иммунитеті өмірге жаңа келгеннен кейін бейімделіп жатыр ғой қоршаған ортаға. Қоршаған ортамызда миллиардтаған микроб бар. Солардың бәрімен танысып, мынау ауру туғызатыны, мынау туғызбайтыны, немесе жеңіл түрімен ауырып кетіп, соған иммунитет пайда болып жатыр. Оларда гуморальный иммунитет немесе қан арқылы иммунитет оларда жоғары. Сондықтан балалар сирек ауырады, жасөспірімдер сирек ауырады, 35-40-қа дейінгілер ауырса да жеңіл түрімен ауырып кетеді. 45 пен 70-80-90-ның ортасы бұл иммунитеттің өте күшті мезгілі. Өте күшті мезгілінде жаңағы вирус кетіп қалғаннан кейін өзін-өзі атака жасап, біздің тамаша спортсмендеріміз кетіп қалды ғой. Білесің ғой, жаңағы жақсылық үшкемпіріп бастаған. Сонда өте иммунитеті өте шамадан тыс активный болып, ол кісілер енді кеш дәрігерге барған болар, соның ғана причинасы болуы мүмкін олардың жаңағы өмірден өтіп кетуіне. Ал енді мен 92-дегі кісіні жаңа жазып шығардым, Түркістандікі. 82-дегі кісіні, 5-6 кісі 82-дегі. Сонда олардың иммунитеті қайтадан гуморальный емес те, бірақ иммунитеті басылып келе жатыр. Жаңағыдай цитокин штурм бермейді. Вирус кірді, 5-6 күн ауырды, шығып кетті. Иммунитет қарсы әрекет жасаған жоқ, өзінің клеткаларын құртқан жоқ. Сондықтан олар жазылып кетті. Сондықтан осыған да назар аудару керек дәрігерлер.